Әреке балалар, енді біз түгел депарымыз болсын, енді ең бірінші біз үй тапсырмасын жасаймыз. Оны үй жұмысын кроссворд әдісіменен, мінекей әріптерден сөз құрастырамыз. Мына арада мінекей тұр, әріптерден сөз құрастырып жұмыс жасаймыз. Осыдан әрі қарай біз Excel'ден жұмыстарды әрі қарай жалғастыру барысында бірталай жұмыстарды атқаруымыз керек. Бағалауды Excel'ге түсіріп отырамын. Неғылды құрастыру жұмыстарын бастадық па? Жасап жатырмыз ғой, үй тапсырмасын мінекей қорытындылап болдық. Енді қазір біздің жаңа өтетін тақырыбымыз деректерді сүзгілеу тақырыбы. Мұнда біздер тағы Excel'мен жұмыс жасап, яғни оның тиімді жақтарын көреміз. Яғни сандық тағы мәліметтерді алу, қалай жұмыс жасау керек. Оны қазір мінекей видео сабақпен көрсетемін. Жақсылап мұқияттап қараймыз. Сонан кейін оқулықпенен жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой, қанекей көрейік тыңдап. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы деректерді сүзгілеу. Бүгінгі сабақтан білетініңіз, Excel кестелік процессорында деректерді сүзгілеу арқылы іздеуде жылдам және нақты жүзеге асыру. Кез келген деректер базасымен жұмыс істеуде белгілі бір ақпараттарды іздеуді айтамыз. Деректер базасы ұлғайған сайын іздеу қиындайды. Мұндай үлкен ақпараттарды сүзу арқылы форматтауға, сол деректер негізінде диаграммалар жасауға, басып шығаруға болады. Сүзгі командасын пайдалану кезінде сүзгіленетін тізімдегі бағандар атауларының оң жағындағы көрсеткіштері бар батырмалар пайда болады. Excel'де сүзгіден өткен элементтерді көгілдір түспен белгілейді. Microsoft Excel'де сүзудің екі түрі бар. Сүзгі автосүзгі сүзудің қарапайым шарттары үшін қолданылады. Ал кеңейтілген сүзгі күрделі шарттар арқылы сүзу жасауға қолданылады. Балалар, енді бүгін мінекей біз жаңа сабағымызды деректерді сүзгілеу тақырыбын өттік. Жалпы осы түсінген сабаққа түсініктер қалай қалыптасты, жақсы ма? Түсіндіңдер ғой, енді осыған сәйкес біз сабақты қорытындылауымыз керек. Деректер базасында сүзгілеуді және сұрыптаулардың жұмыстарын қалай атқаратынымызды Excel'мен білеміз ғой, енді біріміз бағалап қойып, Мақпал, сен өзің сабаққа құртасты сабаққа дайындығын қалай деп бағалайсың? Жақсы, күшті. Өте жақсы ма? Керемет. Құртас, Нұртілекке. Нұртілек, Мақпалдың бағалау. Бәрімізде керемет түсінікті сабаққа. Біз үй жұмысында мынау кітаппенен жұмыс жасап, кітаптарда қарап отырып, жұмыстарды біз ары қарай жандандырамыз. Жақсы ма? Олай болатын болса, жұмыстарымызды ары қарай жасаған жұмыстарымызға мен парақтарын жинап аламын, ал үй тапсырмасы осы тақырыпты оқып, үйден жұмыстарды қарап келеміз. Жақсы, сау болып тұрыңдар.